Жамбыл Жабаев «Зілді бұйрық» өлеңі. Оқу мақсаты шығарманы ұлттық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу, шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу. Балалар, Жамбыл Жабаев туралы қандай ақпарат білеміз? Жамбыл Жабаев 1846-1945 жылдар арасында өмір сүрген, Шу өзенінің бойында туған, ауыл молдасынан хат таныған, 100 жасаған бәйтерек, айтыскер ақын, Сүйінбайдың шәкірті, 15 жасынан өлең шығарған және Жамбылға 21 ғасыр Гомері деген атақ берген. Қазір біз сіздермен Жамбыл Жабаевтың «Июнь жарлығы» «Зілді бұйрық» өлеңімен танысамыз. Бұл өлең ықшамдалып алынған. Толық нұсқасы хрестоматияда бар. Верныйдан жандаралдар бұйрық қылды. Құйрығы бұйрығының тіпті зілді. 31 мен 19-да алады деген суық хабар халықты бұлқындырды. Жылады сорлы халық малын айтып, кеткен соң қолдан шығып, келмес қайтып, дейді де еңірейді, егіледі, қайғының күні, түні күйін тартып. Верныйдың қадам баспай қаласына, кемпір шал жылап жатыр баласына. Ешбір ем табылмады, іздесе де халықтың жүректегі жарасына. Пристав келіп қалды бала сұрап, ел жатыр бермейміз деп қойдай шулап. Қырсаң да баламызды бермейміз деп, тайсалмай әке-шеше жатыр сұлап. Пристав ашуланды аламыз деп, жігіттер тұр бармаймыз, қаламыз деп. Егер де бұл түріңді өзгертпесең, басыңа бір қойранды саламыз деп. Ел боп жиылды кеп әрбір сайға, ал әлеумет қараңдар мына жайға. Сеңдей болып соғылып толқындады, бір сая болама деп шыбын жанға. Жиылды боз балалар бір кезеңге, қарғалы деген тасқын бір өзенге. Пристав кетті еріксіз аламын деп, көресің бұл үсті деп кезегінде. Бәрінде ол пристав жаттап алды, басшыларын қағазға хаттап алды, аттандырып бұл елге солдаттарын, басты кісіні саптап алды. Суында қарғалының ауыз ашты, бір пәлекет халыққа душарласты. Басшылары кеткен соң тағат алмай, жиылған жұрт дағдарып жанталасты. Келді де алып кетті жақсын айдап, барады боздақтардың көзі жайнап. Күн ыстық қайнап тұрған саршатамыз, жөнелді абақтыға соры қайнап. Жақсыдан жақсы қоймай алды санап, қамалды абақтыға қырғыз қазақ. Білмеді не болғанын сырттағы жұрт, қамалғандар тірідей тартты азап. Шулайды абақтыға қамалған көп, сыртта жүр, біз енді қайтеміз деп. Губернатор жандарал жауап қалды, жайлауда ту көтеріп шапқан кім деп. Еш қайсы айтпаған соң, айғай сап кеп, өзі айтты жандаралдың Бекболат деп. Бекболат бола қалса ту көтерген, Бұйрыққұлды дарғасып тарт деп. Қалиқұлды бірге жазды дарасына, Байбосын қоса кетті арасына. Абақтыда қалғандар естен танды, көзінің қамшы тиіп қарасына. Әкетті байғұстарды арбаға сап, иманыңды айтатын молдаңды тап. Үндеріңді шығарма өңкей надан, мұнан былай сөйлеме, аузыңды жап. Міне балалар, біз өлеңді тыңдадық. Енді жалпы осы өлеңдегі оқиға туралы сіздің тарихтан білетінің ақпаратыңыз бар ма еді? Бар болса, тарихтан білетінім деп толтырыңыздар. Ал Жамбыл өлеңінен түсінгенім деп, Жамбыл өлеңінен жаңа не түсіндіңіз? Соны осы жерге жазыңыздар. Бұл оқылым тапсырмасы. Енді әдебиет теориясына келетін болсақ, Жамбылдың бұл өлеңі балалар тарихи өлеңге жатады. Яғни тарихи өлең деген не? Ел тіршілігінде анық болып өткен тарихи оқиғадан туады. Тарихи жыр
белгілі бір тарихи оқиғаға байланысты туған кең көлемді шығармалар. Енді айтылым тапсырмасын орындайық. Яғни жаңаға өлең барысында пристав деген сөз өте көп айтылды, жиі кездесті. Яғни ол кім, не істеді, қандай адам және халық пен приставтың сипаттамасы мен әрекетін айтыңыздар. Мына суреттерге назар аудара отырып, Жамбыл атамыз бен Дина апамыздың суретіне ат қояйық. Не үшін олай атағанымызды дәлелдейік және өлеңнен алған әсерімізді шағын сыни шолу түрінде жазайық. Кері байланыс. Сабақты қорытындылаймыз. Білемін, мен үшін жаңа ақпарат білгім келеді. Сіздерге қайырлы білім болсын, зейіндеріңіз ашылсын. Назарларыңызға рахмет.